Бүгін өте керемет, нәзік Рафаэлло тортын дайындаймыз. Ең алдымен бізге жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп алуымыз қажет. Ақ уызды миксердің ең төменгі жылдамдығымен бастаймыз. Кейін үстінен біртіндеп жұмыртқа сеуіп отырып, миксердің жылдамдығын көбейтеміз. Ақ уызымыз әппақ болып, осындай әдемі болып шығады. Кейін үстінен май және қайнап тұрған суды құямыз. Тағы да бұны жақсылап миксерлеп аламыз барлығын. Үстіне сары уызымызды біртіндеп қосып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Кейін ұнымыздың үстіне қопсытқыш салып, барлығын илеуіштен өткізіп аламыз. Ұнымыз салғаннан кейін жақсылап миксерлеп, дайын формамызға құйып аламыз. Пеште 180 градуста 20-30 минут пісіріп аласыздар. Оған дейін пропиткасын жасаймыз. Пропиткаға сүт, қант және кокос ұнтағын салып, араластырып дайындап қоямыз. Ал енді креміне кірісейік. Қаймағымызды миксерлеп, қоюланғаннан кейін қант ұнтағын және сгущенканы құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің креміміз қою қаймақ секілді болу қажет. Одан кейін үстіне кокос ұнтағын сеуіп, жақсылап крем жасап аламыз. Дайын кремді тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Оған дейін біздің бисквитіміз дайын. Бисквитті екіге бөліп, пропиткасын жақсылап барлық жағына жағып шығыңыздар. Пропитка жағып болған соң жарты сағат демалдырып алыңыздар бисквитті. Кейін үстінен жақсылап барлық жағына, ортасына әсіресе көп қылып крем жағыңыздар. Сонда өте дәмді болып шығады. Барлық жақтарына кокос ұнтағын сеуіп, қалған кремімізден әдемі қылып әсемдесеңіздер болады. Өз қалауыңызша, менде ол құлпынай және Рафаэллоның кәмпиттерін қойып шықтым. Дайын тортымызды тоңазытқышқа 5-6 сағатқа салып қойыңыздар. Егер видеом ұнаса, лайк, коммент жазып кетіңіздер.